Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецептер бар. Бүгін сіздерге бар жоғы 10 минутта жасалатын ПП торттың рецептісімен бөлісемін. Ешқандай духовканы қажет етпейді және бар жоғы 10-15 минут уақытыңызды ғана алады. Ең бастысы тойымды ПП торттың бірі. Артық салмақтан арылыңыз келсе, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және алда әлі ПП рецептері болады. Бізге қажетті ингредиенттер: айран, күріш ұны, жұмыртқа және сода, шым-шым тоз ғана қажет болады. Айран жалпы бөлме температурасында болу қажет, яғни салқын болмау керек. Айранды ыдысымызға құямыз да, оған сода мен тұзды саламыз, яғни сода мен айран бір-біріне реакцияға түсу қажет. Реакцияға түсу үшін шамамен 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут уақыттан соң міне айран бізде осындай көпіршікке айналады. Айран мен сода бір-біріне осылай реакцияға түссе, біздің тестамыз жақсы көтеріліп, пышный болады. Енді оған бір жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді күріш ұнымыздың барлығын салмаймыз, бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау қажет. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, бізде осындай масса пайда болады. Енді қызып тұрған табада, яғни антипригарный сковородкада шамамен 3 минуттай пісіріп аламыз қызарғанша. Антипригарный сковородкада жалпы жабыспайды, яғни майсыз пісіруге болады. Шамамен 2-3 ас қасық құймағымызды саламыз да, панкейк ретінде пісіріп аламыз, яғни оладьи құймақ ретінде пісіріп аламыз. Бізде құймақтар осылай қызарады, енді екінші бетіне ауыстырып, оны да осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Құймақтарымыз, яғни панкейктарымыз дайын болды. Шамамен менде 5 дана шықты. Енді крем дайындаймыз, яғни крем үшін мен қаймақ пайдаланамын. 15% қаймақпен және маған қант алмастырғыш, яғни фитбараттың стевия түрі 1 данасы қажет болады. Егер тәттіні жақсы көрсеңіз, онда 2-3 дана қосуға болады. Қант алмастырғышты қаймағымызға салып, жақсылап араластырамыз. Енді кремді жалпы құймақтың үстіне жағып шығамыз, барлығына жететіндей етіп. Кремді жағып болдық, енді әсемдік ретінде мен бананды пайдаланамын. Өзіңіздің фантазияңызға қарай кез келген құрғақ жемістерді немесе кез келген жемістерді пайдалануыңызға болады.
Қыздар, міне менің ПП тортым дайын болды. Бар жоғы 10-15 минут уақытыңызды алады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен тіпті жартысына тойып қалдым. Артық салмақтан арылғысы келетін қыздар жалпы арықтау барысында да осындай ПП торттарды дайындап арықтауға болады. Ең бастысы калориясы аз және бізді семіртпейді. Сіздерге қазір кесіп көрсетейін, өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, үлпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған құрметпен Айнагүл, келесі видеода жолыққанша.